Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз тағы бір дөңгелек салфетка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін осындай дөңгелекшені қалай тоқу керектігі жөнінде менің алдыңғы видеоларымда бар. Сол жерден қарап отырсаңыздар болады. Енді мен осындай дайын дөңгелекшені аламда, осы бастаған жерден бір екі ілмек қалдырамын. Осы жерден бастап кетемін. Неке мынандай дайын ілмек алып аламыз. Осы жерден 4 или 5 воздушник көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5 дейік. Накет. Осының түбінен аламыз. Осының түбіне осылай бір столбик тоқимыз. Осылай бізде 3 бұрыш шығу керек. Енді накет. Мына жерден 1-2 ілмек қалдырамыз да, 3-ші ілмекке осылай бір столбик тоқимыз. 2 воздушный, 1, 2 воздушный. Енді накет. Осының қайттан түбінен алып, тағы бір столбик тоқимыз. Неке бізде екінші 3 бұрыш пайда болды. Осылай аяғына дейін осындай 3 бұрыштар тоқып келеміз. Накет. 1-2 ілмек қалдырамыз. Екі воздушный. Накет. Осының түбінен осылай аламыз. Неке бізде үшінші 3 бұрыш пайда болды. Осылай аяғына дейін айналдырып, осындай 3 бұрыш тоқып келеміз аяғына дейін, мына жерге дейін. Неке біз аяғына дейін тоқып келдік. Енді мына жердегі мына екінші столбикке осы жерге осылай қосыламыз. Енді мына жерден өтіп, осылай бір столбик тоқып аламыз. Без накида бір столбик или осылай 2 столбик тоқып жіберсеңіз де болады. Енді біз тек қана мына таяқшаға тоқитын боламыз. Сосын мына жерде тесікке тоқитын боламыз. Әуелі мына таяқшаға 5 столбик накидым. Мына жерге тесікке 2 столбик накидым. Және мына жерге 5 столбик накидым. Мынаған тоқымаймыз. Келесі мына арқаға секіріп кетеміз. Осылай. Мына жерге 5, тесікке 2, мына жерге 5 столбик накидым тоқитын боламыз. Енді осылай мына арқаны, яғни мына таяқшаны осылай өзіңізге ыңғайлап ұстап аламыз. Накид.
Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, мына тесікке осы жерден іліп аламыз. Сол тесікке 2 столбик тоқимыз накидым. Енді мына таяқшаға 5 столбик тоқимыз. Осылай ыңғайлап ұстап аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мінекей, осылай болып шығу керек. Енді мына үшбұрыштың мына төбесіндегі арқаға осылай без накид 1 столбик тоқимыз. Енді мына арқаға тоқимыз. Осылай ыңғайлап ұстап аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, тесікке 2 столбик накидым. Енді мына арқаға таяқшаға 5 столбик накидым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мына жерге осылай. Енді келесі арқаға тоқимыз. Мына жерге бір арқаны тастап кетеміз, келесі арқаға тастаймыз, тоқимыз. Осылай ары қарай кете береміз. Мінекей осылай болып шығу керек. Осыны енді аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз мына жерге дейін. Мінекей біз аяғына дейін тоқып келдік. Енді осылай өсіру жерден осылай бір ілмекке тартып тағы бір ілмек аламын да осылай тартып осы жерден қиып алып тастаймыз.
осы жерден қиып алып тастаймыз. Мына осы шипті осылай мына артына қарай инемен өткізіп тастасаңыздар болады. Осылай неке осындай салфетка пайда болды. Енді осылай кез келген жерінен осындай басқа түсті жіп аламыз. Осындай ілмек дайындап аламыз. Осы жерден іліп алып жеті воздушный петля көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный петля көтерілдік. Накид. Енді осы жерден 1, 2 ілмекті қалдырамыз да мына тұрған 3-ші ілмекке осы жерге 3 столбик тоқимыз с накидом. 1 дәл осы ілмекке, 2 3 енді келесі ілмекке тағы 3 столбик с накидом. 1 2 3. Енді келесі ілмекке 3 столбик с накидом. 1 2 3. Енді соңғы келесі ілмекке 3 столбик с накидом. 1 2 3. 1 2 3 4. Енді осыны осылай дөңгелетіп, осы жерде осылай гүл болып тұрады. Егерде үлкенде, одан да үлкен гүл қаласаңыз, онда воздушный петляңызды 9 қылып алсаңыз болады. Егер бұдан да гүл кішкентайын қаласаңыз, онда воздушный петляңызды 5-6 қылып соған тоқып алсаңыз да болады. Мен осылай енді 7 воздушный петлямен осылай 1 2 3 4 столбиктен 4-еуін тоқыдым. Осылай қалдырам. Енді сіздерге осылай тек көрнектіге тоқып жатырмын. Енді осыны осы жерге қайттан түбіне тартып қатырып аламыз. 3 воздушный көтерілеміз. 1 2 3. Мына жерге осылай қатырып аламыз. Тартып 1 2 3.
Енді міне келесі арқаға өтеміз. Жеті воздушный. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мына жерден мына 1-2 ілмек тастаймыз да, мына 3-ші ілмекке тоқимыз. Мына кет. Осы ілмекке 3 столбик. Біреу, екеу, үшеу, келесі ілмекке 3 столбик. Біреу, екеу, үшеу, келесі ілмекке 3 столбик. Біреу, екеу, үшеу. Енді осы жерде соңғы ілмегіміз болу керек. Соған 3 столбик. Біреу, екеу, үшеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеуін тоқыдым. Енді осыны осылай түбіне қайттан қатырып аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Мына жерге осылай тағы бір қатырып аламыз. Қайттан біреу, екеу, үшеу. Енді міне келесі арқамызға келдік. Осылай енді аяғына дейін осылай тоқып келеміз. Гүлдерімізді осылай істеп аяғына дейін тоқып келеміз. Неке аяғына дейін тоқып келдік. Енді осы жерден осылай 3 столбигімізді көтерілеміз де осы жерге келіп осылай мына жағын қатты қатырып тағы бір ілмек аламыз да мына жағымызды қатырып осы жерден қиып алып тастаймыз. Мына жіпті инемен осылай мынаның артына қарай осы жерден осылай осыған астына қарай инемен өткізіп тастасаңыз болады. Мінекей бізде осындай әдемі салфетка пайда болды. Тоқып алыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Тағы да көптеген салфетка тоқып үйренетін боламыз.